Қайырлы күн құрметті оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ақылы мастер-класстарда үйретіліп жүрген қатпарлы қаттаманың және де қатпарлы самсалардың, екі түрлі самсаның және қуырылған түшпәрі мен чебуректің рецептімен бөлісетін боламын. Бұл тегін мастер-класс болғанымен, мұндағы берілетін рецепттер өте құнды, сондықтан сіздер де осы рецепт бойынша жасап көріп, қонақтарыңызға қойсаңыз, немесе отбасыңызға пісіріп берсеңіз де өте дәмді шығатын рецепттер. Сондықтан видеоны мұқият қарап, маңызды жерлерін өткізіп алмас үшін видеоны соңына дейін қарауыңызға кеңес беремін. Егер де осы уақытқа дейін сіздің самсаларыңыз қатпарлы болма және қаттаманың дұрыс рецептісін таппай жүрген болсаңыз, міндетті түрде осы видеоны соңына дейін қарауыңызға кеңес беремін. Және де видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Ең алдымен чебурекидің қамырын дайындаймыз. Таза тұзымызға сүт, су және ерітілген сары май, жұмыртқа салып, осыларды жақсылап араластырамыз. Біздегі сүт пен су кәдімгі бөлме температурасында тұрған салқын су. Ешқандай да жылы немесе ыстық су құймаймыз. Және де осының үстінен 1-1,5 шай қасық тұз саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Біркелкі масса болған соң үстінен ұнымызды аз-аздан салып отырып, қаттылау, орташа қаттылықтағы қамыр илеп аламыз. Барлық рецепттердің керекті мөлшерлерінің астына описание бөліміне міндетті түрде жазып қалдырамын. Сол бойынша таразымен өлшеп жасасаңыздар, барлық рецепттеріңіз дұрыс шығатын болады. Негізі көпшілігі осы чебурекидің қамырын ыстық суға илеп жатады. Мен ол рецептпен жасап көрдім, маған ол рецепт ұнамады. Әртүрлі рецепттермен жасап көріп, ең соңында осы рецептке тоқталдым. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Осы рецептпен міндетті түрде ұнайтынына сенімдімін. Осылай қамырды илеп алған соң 15 минутқа тындырып қоямыз. Одан кейін тағы да алып, қолымызбен осылай ұйын қандырып, жақсылап қолымызбен илеп аламыз. Тағы да 10 минутқа пакетке салып қоямыз. Оған дейін біз салмасын дайындаймыз. Мен қазір чебурекидің салмасын картоппен жасаймыз. Ол үшін 4-5 картопты жақсылап жуып, күшке бөліп, суға салып, 10-15 минут 20 минутқа қайнатамыз. Әбден піскен соң осылай суын төгіп тастап, үстінен керекті мөлшердегі тұз, бұрыш, приправалар салып, жақсылап араластырып аламыз. Осындай картоп езгішпен, одан кейін үстінен кішкене сүтпен сары май қосамыз. Барлық мөлшерлері астында описание бөліміне жазып қалдырамын. Осыларды да қосып, жақсылап араластырамыз. Осымен біздің салмамыз дайын. Суытып қойып қоямыз. Оған дейін біз қазір қамырмен жұмыс жасаймыз. Біздегі қамырымыз жақсылап ұю қанып дайын тұр. Енді осыны әзірге 2 бөлікке бөліп, бір бөлігімен жұмыс жасап, әр бөлігін кішкентай бөліктерге бөліп, мен таразымен өлшедім. Таразымен өлшегенде 25 граммнан алдым. Әр бөлікті осылай граммен өлшеп, домалақ шарикке айналдырып, осылай илеп қоямыз. Сол кезде қазір жайылуы бізге ыңғайлы болады. Барлығын осы әдіспен жасап аламыз. Мінеки бәрін осылай илеп алдым. Енді осыны бетін пищевой пленкамен жауып, немесе пакетпен жауып, шетінен алып пайдаланамыз. Бір-біртіндеп алып, осылай жұқа етіп жаямыз. Үстінен салмасын салып, қаттырақ басып, жан-жағын нығыздаймыз. Одан кейін осындай узор болып шығатын кескіштеріңіз бар болса, сонымен кесіп аласыздар. Қалған барлық чебуректерді дәл осылай жұқа етіп жайып, үстінен салмасын салып, жан-жағын қаттырақ етіп бекітіп, үстінен жаңағыдай кескішпен немесе вилкамен басып шықсаңыздар болады. Арасына салмасын салғанда кішкене жайыңқырап, жұқарақ етіп салсаңыздар, ол әдемі көрінеді. Және екінші бетін осылай жауып,
жан жағын жақсылап нығыздаймыз. Майға салып қуырғанда арасы ашылып кетпеу керек. Кесіп алған кездегі қалған кішкентай бөліктердің барлығын жинап, одан да осындай чебурек жасап жүрсеңіздер әбден болады. Тастауға болмайды. Жасап болған чебуректердің бетін міндетті түрде пищевой пленкамен немесе орамалмен жауып қойған дұрыс. Сол кезде беті қаязмай тұрады. Барлығын осылай жасап алдық. Енді майды қазанға май құйып, әбден қызған соң ғана чебуректерді салып қуырып аламыз. Екі бетін 1-2 минуттан жақсылап қызартып, қуырып, сүзіп аламыз. Дәл осылай басқа да чебуректерді осы әдіспен қуырып аламыз. Қуырып жатқан кезімізде газдың астын орташа отқа қоямыз. Сол кезде жақсы болып қуырылады. Мінекей, осымен біздің чебуректеріміздің бәрі дайын болды. Сырты қытырлап, іші жұмсақ болып шығады. Өте дәмді болып шығады. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Дәл осы рецепт бойынша жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Ал енді қатпарлы қытырлақ қаттама жасайтын боламыз. Қаттаманы газалған сусымен жасаймыз. Менде сарыағаш осындай газалған. Соны таразының үстіне қойып өлшеп аламыз. Керекті мөлшердегі суды қойып, үстінен 1 шай қасық тұз салып, жақсылап араластырамыз. Тұзы ерігенше араластырамыз. Енді үстінен 1 жұмыртқа салып, оны да жақсылап араластырамыз. Енді осының үстінен ұнымызды салып, қаттылау қамыр илейміз. Одан басқа сода, разрыхлитель ештеңе қоспаймыз. Қамырдың басын біріктіріп, қаттылау қамыр илейміз. Міне біздің қамырымыз иленді. Енді осыны бетін пакетпен жауып 10 минутқа қоя тұрамыз, тындырып. Оған дейін арасына жағатын сары майымызды дайындаймыз. Менде осында 72%-лық жайлау. Осы майды таразымен өлшеп 100 грамын өлшеп алып, қазір газға ертеміз. Қамырымыз 10 минуттай тұрды. Енді осы қамырды тағы да алып, қолымызбен нығыздап, үйін қандырып, 1 рет илеп аламыз. Одан кейін барып, осы қамырмен жұмыс жасаймыз. 5-6 минутқа тағы қойып қоямыз. Мінекей, енді қамырды алып, жақсылап жайып аламыз. Үстіне ұн себелеп отырып, екі жанын басып, ортасын онша күш түсірмей, домалақ етіп жайып аламыз. Қамырды осылай жайып алдық. Енді осының үстінен сары майды жағып шығамыз. Түгелмен қолымызбен немесе щеткамен осы қамырдың барлық жерін жеткізіп, осы майды жағып аламыз. Майды жағып алған соң үстіне қатпарлары көрініп тұру үшін осындай ұнды бір себелеп шығамыз. Және осылай оқтауға ораймыз. Оқтаудың үстінен орап, қазір пышақпен кесеміз.
Видеода көрсетілгендей етіп, осылай оқтаумен кесіп алған соң, оқтауын қамырдан босатып аламыз. Одан кейін осы қамырды теңдей етіп 3 бөлікке бөлеміз. Содан кейін шетінен бастап орап отырып, осылай ортасынан жеткенде бір кесіп аламыз. Содан кейін таразға қойып 140 грамдай етіп өлшейміз. Барлық қаттамаларды осылай 140 граммен өлшеп кесіп алдым. Ең соңғы бөлігі кішілеу болып қалды, ештеңе етпейді. Соны барлығын осылай үстінен бір басып, қосылған жерлерін астына жіберіп, кесілген жерлерді білдіртпей жібереміз. Содан кейін жарты сағатқа тоңазытқышқа қойып аламыз. Арасындағы майлары жақсы сіңіп, қатып тұрады. Менде осы қамырдан 7 дана қаттама шығады. Енді тоңазытқышқа қойған қаттамаларымызды шетінен алып отырып, біртіндеп жайып аламыз. Аздап ұнды себелеп отырып, барлық қаттамаларды жайып шығамыз. Енді табамызды газға қойып, аздаған май құямыз. 2-3 ас қасық май құйып, ол қызғаннан кейін ғана осы қаттамамыз салып, екі жағын қызартып қуырып аламыз. Әр қаттамаға 1-2 минуттай уақыт кетеді. Бетін қақпақпен жауып пісірсеңіздер де болады. Осылай жан-жағын қаттырақ басып тұрмасаңыздар, ортасы ғана пісіп, шеттері піспей қалуы мүмкін. Барлығын осылай қызартып қуырып аламыз. Майы сәл азайғанда үстінен 1-2 ас қасық май құйып тұрамыз. Әзірге 3 қаттаманы пісіріп, қалған 4-еуін мұздатқышқа салып қоямын. Керек кезде шайға дем арасында пісіріп, жесеңіздер өте дәмді болып шығады. Ыстықтай жақсы желінеді. Міне осымен қаттамаларымыз да дайын болды. Сіздер де дәл осы рецептпен дайындап көріңіздер. Өте қатпарлы және қытырлақ болып шығады. Қалған 4 дана қаттаманы да осылай жайып, осындай пленка пакетке кигізіп, немесе салафанға кигізсеңіздер де болады. Бетін осылай жауып, мұздатқышқа сақтасаңыздар 1-2 айға дейін сақтауға болады. Немесе дәл осы рецептпен жасап, сатып, табыс тапсаңыздар да өте тез өтетін өнім.
Ал енді биылғы жылдың хит пісірмесі десек те болады. Қуырылған түшпәралар дайындаймыз. Түшпәраның сырт жағы қаты қытырлап тұрады, іші өте жұмсақ болып шығады. Ең алдымен таза ыдысымызға сүт, су, сары май ертілген және де бір жұмыртқа салып, жақсылап араластырамыз. Барлық ингредиенттердің мөлшерін астына жазып қалдыратын боламын. Бір шай қасық тұз салып, және де жақсылап осы массаны араластырып, үстінен ұн салып отырып қамыр елеміз. Ұнға аздап сода немесе разрыхлитель салсаңыздар болады. 4-5 грамм сода салдым. Осыны жақсылап қолымызбен үйін қандырып, қаттылау қамыр елеміз. Қуырылған түшпәра мен чебурекидің қамырлары өте ұқсас келеді, бірақ чебурекиге ешқандай да сода немесе разрыхлитель салынбайды. Ал қуырылған түшпәраға сода немесе разрыхлитель саласыз. Бір елеп алып 10 минутқа тұндырып қойған соң, тағы да алып, қолымызбен осылай мыжғылап отырып, эластичный қамыр жасаймыз. Осы қамырдың салмағы 700 грамм шықты. Енді осыны теңдей етіп екіге бөліп, жақсылап жайып аламыз. Салмасына картопты суға пісіреміз. Тура жаңағы чебурекидің салмасыны бірдей, дәл осылай үстіне тұз салып, піскен соң қара бұрыш салып, жақсылап картопты еземіз. Үстіне сары май мен аздап сүт құйып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін салқын жерге суығанша қойып қоямыз. Енді осы екі қамырды бір-біртіндеп жайып аламыз. Тым қатты жұқа қылмай, орташа жұқалықта жайып, осылай бір-бірінің үстіне төсеп, қазір осыны төртбұрышты етіп кесіп аламыз. Түшпәралардың әр қамырының размері 8-8 немесе 7-7 алсаңыздар болады. Сантиметрмен өлшеп жасасаңыздар бәрі бірдей болып шығады. Енді осылай кесіп алған қамырларымыздың үстінен пакетпен жауып қойып, шетінен барлық қамырды түйіп, пельмендерімізді түйіп аламыз. Арасына салмасын салып, бірдей етіп түйеміз. Пельменнің жан-жағын қаттырақ баспасаңыздар, майға салғанда ашылып кету қаупі бар. Сондықтан қаттырақ нығыза отырып, осылай пельмендерді түйіп аламыз.
Мінекей бір зуадан шыққан қамыр осындай болды. Осыларды жақсылап түйіп алған соң бетін пакетпен жауып қоя тұрамыз. Және шетінен майды қыздырып отырып қуырып аламыз. Мінекей осылай барлық пельмендерімізді қуырып аламыз. Өте дәмді болып шығады. Сырттары қытырлап, ортасы жұмсақ болып шығады. Сіздер де дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Тойдың дастархандарына осы түшпәрәні міндетті түрде қазір қояды. Ал енді қытырлақ, қатпарлы самса дайындаймыз. Осы рецептпен жасап жүргеніме 1,5 жылдай болды. Қаншама клиенттің көңілінен шыққан самса десем де болады. Сіз де дайындап көріңіз, ешқандай да қиындығы жоқ. Бұл самсаның құрамына тек ұн, су және аздаған 1-2 ас қасық өсімдік майы қосылады. Өлшеп алған суымызға 1 шай қасық қазір тұз саламыз. Содан кейін сол тұзды жақсылап ерігенше араластырып, ұнымыздың үстіне салып, қатты етіп қамырлейміз. Ұнның ортасын кішкене ашып, осы ұнның үстінен жаңағы бөлме температурасы тұрған мұздай су болады, кәдімгі салған су. Сол суды шетінен құйып отырып, қаттылау етіп қамырлейміз. Осылай біріктіріп алған қамырдың арасында су тимей қалған жерлер болады. Соны қолымызды суға батырып отырып, осы қамырды бір-бірін біріктіріп, қаттылау етіп қамырлейміз. Және де үстінен осылай өсімдік майынан 1-2 қасықтан құйып жібереміз. Сол кезде қамырымыз эластичный болып, әдемі болып шығады. Елеп алған қамырды пакеттің ішіне салып, тындырып қоямыз. 10-15 минутқа тынған қамырды алып, тағы да жақсылап қолымызбен 10 минуттай шамасында үйін қандырып тұрып елейміз. Енді осы қамырды теңдей етіп 2 бөлікке бөлеміз. 2 бөлік қамырды бөлек-бөлек елеп, домалақ етіп осылай елеп тындырып қоямыз. Қазір осы 2 қамырды жайып, арасына сармай жағып орайтын боламыз. Осы 2 қамырды қазір жақсылап жаятын боламыз. Алдымен қолымызбен осылай шеттерін басып алып, кішкене үлкейтіп аламыз. Одан кейін оқтаудың көмегімен кішкене ұн себелеп отырып жайып алатын боламыз. Одан кейін қамырдың ортасына қатты күш түсірмей, барлық жағын біркелкі етіп жаюға тырысамыз.
Осы уақытта арасына жағатын сармайды да газге қойып қоямыз. Ең жай көзіне қойып ертіп аламыз. Біз қамырдың бетіне жайғанда майымыз жылы болу керек, яғни ыстық болмау керек. Ыстық болса қамырымыз жабысып, дұрыс арасы қатпарлар дұрыс шықпай қалады. Жылы немесе салқындаған кезде арасына осылай жағып шығамыз. Одан кейін шетінен осылай қатты нығыздап отырып, тығыз етіп ораймыз. Видеода көрсетілгендей етіп осылай орап аласыздар. Бітіп жатқан шеттеріне де осылай май жетпей қалса, аздап жағып жеріп жабыстырамыз. Осы бірінші қамырды орап қоя тұрамыз. Одан кейін екінші қамырды жаямыз. Екінші қамырды да дәл жаңағы бірінші қамырда етіп, жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Мінекей екінші қамырымызды жайып алдық. Жаңа қалған майымызды осының үстіне құйып, оның үстінен осылай қолымызбен немесе щеткамен бір келке етіп жайып шығамыз. Одан кейін жаңағы бірінші жайылған қамырды осы қамырдың үстінен қойып, осылай видеодағыдай үстінен бірге ораймыз екеуін. Самсаның қатпарлы болып шығуы дәл осылай орауында. Видеоны артқа қарай жүргізіп, қайтадан көрсеңіздер болады. Одан кейін осылай қатты нығыздап рулетті ораймыз. Тура осы видеода көрсетілгендей етіп жасасаңыздар, сіздердің де самсаларыңыз қатпарлы болып шығады. Осы қамырды салапанға салып 4-5 сағатқа мұздатқышқа салыңыздар, немесе бір түнге салсаңыздар тіптен жақсы болады. Керек кезде алып, жібітіп жасай беруге болады. Мен көбінесе бір түнге мұздатқышқа салып қоямын. Одан кейін ертесі күні таңертең алып жұмсартып жасай беремін. Арасын салатын салмасын өзіңіз таңдайсыздар. Менде мұнда фарш, қойдың еті, одан кейін пияз, тұз, самсаның приправасы және де бұрыш салып, үстінен аздап кішілеу етіп картошка турап салдым. Пиязыңыз еттен көбірек болса, фарштан сол кезде дәмдірек болып келеді. Егер мысалға менде 300 грамм ет фарш салсам, 500 граммдай пияз турап саламын. Сонда самсаңыз дәмдірек болып шығады. Мінекей менің самсаның қамыры дайын болды. Қамырды мен бір түнге қойып қойдым. Осылай алып, одан кейін кішкене жұмсарған соң бөліктерге бөлеміз. 30-40 граммнан өлшеп жасасаңыздар болады. Заказға жасағанда мен үйге жасағандықтан көз мөлшерімен жасадым. Осыларды енді ортасынан басып, кішкене қатпары жақсы көріну үшін қатпарын ашын қараймыз. Осылай ортасынан басып жаямыз. Енді осылай дайындап алған самсаларды жақсылап оқтаумен кішкене ұн себелеп отырып, жұқарақ етіп жайып аламыз. Бүгінгі видеода 3 түрлі самсаның жасалу жолын көрсететін боламын. Біріншісі осындай 3 бұрышты самса, оны барлығы жасай алады деп ойлаймын. Екіншісі 4 бұрышты самса, екі жағын басып отырып, үстінен қаттырақ басып, осылай екі жағын бір-біріне қосамыз. Сол кезде 4 бұрышты самса шығады.
видеодан қайтадан айналдырып көрсеңіздер болады. Келесі бізде капля самса, яғни тамшы самсасы. Осылай біріктіріп отырып, домалақтап, және де мынаяғын үшбұрышты қылып бір-біріне түйеміз. Видеода көрсетілген етіп жазсаңыздар болады. Және де осылай түйіп алған самсалардың үстінен бір жұмыртқаны жарып, жақсылап үстінен щеткамен жағып шығамыз. Мен үстінен кунжут сеуіп шықтым. Өз қалауларыңыз бойынша мак немесе кунжут, қара кунжутты сеуіп шықсаңыздар болады. Осы дайындап алған самсаларымызды 180-200 градуста 40 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей самсаларымыз өте дәмді болып шықты. Қарап тұрсаңыздар, қатпарлары өте анық көрінген, және де өте қатпарлы, қытырлақ болып шықты. Мінекей өте ыстық болғандықтан онша кесе алмай тұрмын. Өте қатпарлы, әлі қытырлақ болып шықты. Ендігі бізде песочный самса дейді. Бұл үгілмелі қамырдан жасалған самса. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін бізге өлшеп алған ұнның үстінен 1 шай қасық тұз, жарты шай қасық құм шекер салып, үстінен 1 шай қасық қамыр қопсытқыш саламыз. Және де осының үстіне тоңазытқыштан шыққан сары майды осылай кесіп алдым, бөліктерге бөліп, немесе сіздер қатты майды үкіштен өткізсеңіздер де болады. Үкіштен өткізсеңіз тезірек майдаланып, үгілмелі қамыр шығады. Мен осылай үкіштен өткізуге ерініп, тура бала салдым. Осылай екі қолмен жақсылап бір-біріне ұн мен майды біріктірген соң, үстінен қаймақ қоямыз. 1 жұмыртқа қосамыз. Қаймақ менде 20% дүкеннің қаймағы. Осыларды жақсылап қойып, араластырып, ары қарай илейміз. Осылай ең соңында бірігуіне аз қалғанда аз-аздан су қосып отырып, осы қамырдың басын біріктіреміз. Бұл самсаны міндетті түрде жасап көріңіздер. Кейде қатпарлы самсаны қамырын жаюға ерінгенде осы самсаны жасаймын. Қонаққа да жасауға болады. Өте тойымды әрі дәмді самса болып шығады. Қамырымыздың басы бірігіп, осындай эластичный қамыр шықты. Аздап қолға жабысып тұрғандықтан үстінен кішкене ұн қосып, тағы да бір илеп алдым. Осыдан кейін қамырды пакетке салып, тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып аламыз.
Енді осы қамырды алып, теңді 2 бөлікке бөліп, бір бөлігін пакетке салып қоя тұрамыз. Екінші бөлігімен қазір жұмыс жасаймыз. Осындай сопақ қамыр жасап алған соң, кішкене бөліктерге бөліп, әр бөлігін 25-30 граммнан өлшеп аламыз. Өлшемей жасай берсеңіздер де болады. Өлшеп жасасаңыз, бәрі біркелкі бірдей қамыр болып шығады. Таразымен өлшеп жасасаңыздар, самсаның кішкентай бөліктерге бөліп алған соң, оны қолымызбен осылай илеп, пакеттің астына салып қоямыз. Қаясып қалмас үшін, одан кейін алып, біртіндеп алып, самсаларды домалақ етіп жайып шығамыз. Салмасына пияз, фарш және де картоп қостым. Менде фаршым май көбірек болғандықтан кішкене піскен еттен де қосып жібердім. Және осының үстінен тұзымызды, приправа қарабұрыштарын барлығын қосып араластырып, салмасын дайындап аламыз. Енді аздап ұн сеуіп отырып, осы қамырларды жұқалап, жайып, арасына салмасын салып, самсаның формасын кетіреміз. Әр қамырды осылай жайып алып, арасына салмасын салып, түйіп аламыз. Өзіңіздің қалаған формаңызды жасап, пісіріп аламыз. Дайындап алған самсаларды противеньге пергамент қағазын төсеп, осылай орналастырып аламыз. Және де үстінен жұмыртқаның сарысын немесе жұмыртқаның өзін жарып, бетіне жағып алсаңыздар болады. Жұмыртқа жағылған самсаның бетіне күнжут немесе мак сеуіп, осы самсаны 180-200 градуста 35-40 минутта пісіріп аламыз.
Мінекей осымен біз самсамыз дайын болды. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте тойымды самса шығады, әрі жасалуы да өте оңай. Көрермендерім, осымен біздің бүгінгі онлайн тегін мастер-классымыз аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Егер де рецепттерім ұнаған болса, видеома лайк басып, достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Және де каналыма тіркеліп, подписаться батырмасын басып, жанындағы қоңырауша белгіні басып қоюды ұмытпаңыз. Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте керемет, мақтадай үлпілдек болып тұратын, осындай аштыққа қосылып жасалатын қамырдың, яғни әмбебап қамырдың рецептін бөлісетін боламын. Бұл қамырдан біз қазір лепешка, яғни нан, күлше нан, бауырсақ жасаймыз. Және де булочка мен батон нанды жасайтын боламыз. Бұдан басқа да сосиска тесте, пирожки с картошкой, болмаса тағы да басқа да көптеген осы ұннан жасалатын тағамдардың жасауға болады. Осы қамырдан өте үлпілдек, жұмсақ болып шығатын қамырдың рецептісімен бөлісетін боламын. Сондықтан арнамнан алыстамай, видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ал ендеше кеттік, бастаймыз. Ең алдымен бізге таза ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Оның үстіне жылы су құямыз. Бәрі жылы болу керек. Мен әделеп жылытып алдым сүтті де, суды да. Үстінен ертілген сармаймен сұйық май құямыз аздап. Барлық заттардың мөлшерлерін астына комментарий бөліміне қалдырамыз. Үстінен 1,5 ас қасық тұз салдым, және 1,5 ас қасық қант саламыз, яғни құмшекер саламыз. Қант пен тұзы еру үшін жақсылап араластырамыз. Үстінен 1,5 ас қасық майонез қостым. Майонез міндетті емес, бірақ бар болса қоссаңыздар, қамырларыңыз жұмсақ болып шығады. Енді үстінен аштығымызды қосамыз. Аштықдан 1,5 шай қасық аштықы қостым. Бізде қамырымыз көп болып шығатындықтан мен 1,5 шай қасық қостым. Егер сіз аз ғана елейтін болсаңыз, 1 шай қасық жетеді. Енді електен алдын ала өткізіп алған ұнды, бөлме температурасында тұрған жылы ұн болу керек. Сарайдағы мұздай ұнды әкеліп қоспаймыз. Өйткені ол ашытқан кезде суға барып ұнмен қосылған екен, мұздай болады дағыны. Қамырыңыз дұрыс ашымай, көтерілмей қалады. Сондықтан жылы ұнды қосамыз. Енді осылардың барлығын жақсылап араластырып, жұмсақ, қолға жабыспайтын, эластичный деп айтамыз ғой, сондай қамыр илейміз. Бұл негізі дәл осы рецептпен жасайтын болсаңыз, бұл қамырдан ешқандай қолға жабыспайтын, сондай жұмсақ, үлпілдек қамыр шығады. Дәл осы қамырға менде 1 кило 300-350 граммдай ұн кетті. Сіздердің ұндарыңыз әр ұнның салмағы әртүрлі болғандықтан тығыздығы сізде сәл көбірек немесе азырақ кетуі мүмкін. Енді сіз оны қолыңызбен сезіп, жұмсақ екенін білгеннен кейін ұнды көп қоспай, аз-аздан қосып отырып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Осы қамырды енді бетін жауып, жылы жерге, төсеніш төсеп, жылы жерге қойып ашытамыз. 1-1,5 сағатта бұл қамырымыз бізде ашып, әдемі болып, жұмсақ болып көтеріледі. Мінекей қыздар, менің қамырым 1,5-2 сағаттай тұрып, жақсылап көтеріліп ашыды. Енді осы қамырды алып, қамырмен жұмыс жасаймыз. Алдында айтқандай, бұл қамырдан сіз өзіңіз, өз еркіңіз не жасаңыздар. Мен қазір бұл қамырдан лепешка, күлше нан, одан кейін бауырсақ пісіремін, және батон нан мен булочка пісіремін. Егер сіз олар жасамайым десеңіз, осы қамырды алып, бұл қамырдан булочка немесе сосиска тесте, жана картошка мен қосылған пирожки жасаңыздар болады. Ал мен қазір бұлардан 3-4 бөлікке бөліп, таразымен өлшеп, бірдей етіп, алдымен лепешка пісіремін. Бір бөлігіне лепешка, ал екінші бөлікке бауырсақ пісіремін. 3 бөлікті бірдей етіп, 530-540 граммнан өлшеп алдым.
Ал мына соңғы 4-ші қамырды біз теңдей етіп екіге бөліп, бұл қамырдан батоннан жасаймыз. Кішілеу 2 батоннан шығатын болады. Бұлардың салмағы 350-360 грамм болады. Мен қазір теңдей етіп бөліп жатырмын. Батоннанның тағы да 1-3 тестаны біз бөлек пакетке салып қоя тұрамыз. Қазір 2 бөлік қамырмен жұмыс жасаймыз. Бірінші қамырды біз күлшенан жасаймыз дедім. Күлшенанның жасалу жолын осы видеодан қарап үйреніп алсаңыздар болады. Ортасынан басып отырып, шетіне қарай ығыстырамыз. Қолмен жұмыс жасап, әдемі икемді етіп күлшенанның формасын жасаймыз. Одан кейін шетін осылай қолмен басыңыздар, әйтпесем піскен кезде көтеріліп, қатты көтеріліп кетеді. Бір жұмыртқаны жарып, үстінен аздап қана 1 шай қасық сүт қосып, осылай жақсылап араластырып, қазір лепешканың, булочканың, батонаның үстінен осы жұмыртқаны жағатын боламыз. Енді лепешканың үстінен осындай затпен бассаңыздар да болады, немесе ондай зат жоқ болса, сіздерде шанышқымен үстінен айналдырып басып шықса болады. Щеткамен үстінен жұмыртқаны жағып шығамыз. Жұмыртқа жақ болған соң 5-10 минут кішкене көтерілу үшін қойып қоямыз. Содан кейін 180 градус пешке қызарғанша пісіріп аламыз. Енді бауырсаққа кірісеміз. Бауырсақты да кішкене ұн себелеп отырып, оқтаумен жайып, өз еркіңізде домалақ қылам десеңіз домалақ бөлікпен, немесе мен сияқты 4 бұрышты бөліктерге бөліп пісіріп аламыз. Бауырсақтың қалыңдығын тым қалың, тым жұқа қылмай орташа етіп 1,5-2 мм етіп кесеміз. Содан кейін үстінен осындай жапқыш жауып 15 минутқа көтерілуге қоямыз. Одан кейін ғана барып қызып тұрған майға осылай 2 жағын бірдей етіп қызартып қуырып аламыз. Енді 2 кіші қамырымызды алып, кішкене ұн себелеп отырып, оқтаудың көмегімен жайып, батоннан жасаймыз. Батоннанның қамырын жаңағы бауырсаққа жайдық қой, соның қамырынан сәл-сәл жұқалау болса, солай жұқалау етіп жайып, осылай бүктеп ораймыз. Видеода көрсетілгендей етіп. Содан кейін соңғы бөлігін осылай қамырға жабыстырып, 2 жағында жабыстырамыз. Сол кезде пісірген кезде ашылып кетпейтін болады. Екі жағын осылай жақсылап жабамыз. Екінші қамырды дәл осылай жасаймыз. Екінші қамыр жасап болдық. Енді осыны табамызға пергамент төсеп пісіріп аламыз. Үстіне қазір жұмыртқаны, жаңағы бір жұмыртқаның қалғанын осының үстінен жағып, содан кейін пышақпен, өткір пышақпен кесіп аламыз орталарын. Осылай кескен кезде пышағыңыз өткір болу керек, немесе лезвінің көмегімен кессеңіз де болады.
Үстіне күнжіт сеуіп, мұны да 5-10 минутқа қойып қоямыз. Кішкене көтерілген соң ғана пешке саламыз. Енді соңғы қамырымыз ғана қалды. Енді осыдан арасына варенка жағып, қазір булочка жасаймын. Шұқалап етіп жайып алып, бөліктерге бөлеміз. Видеода бәрі анық көрсетілген. Сол бойынша жасасаңыздар болады. Мінеки қамырды жұқа етіп жайып алдық. Енді 7-8 бөлікке бөліп шығамын. Сіздер басқа форма жасасаңыз да болады. Маған оңай осы болғандықтан осылай 8 бөлікке бөліп, қазір арасына варенка жағып жасап алдым. Немесе булочканың формасына келтіріп жасап беруге болады. Енді ол өз қалауларыңыз. Осылай шетінен бастап бұрап, ортасын кішкене қатты басын қарап, арасындағы варенкасы ақ кетпейтіндей етіп, формасын, рогаликтің формасын келтіріп жасап алдым. Енді осы булочкаларымызды табамызға қойып, бетіне жұмыртқаны жағып, үстінен мак немесе құм шекер сеуіп, жақсылап, кішкене көтерілген күтеміз. Бұның да 10-15 минут көтерілгеннен кейін ғана пешке салып, 180-200 градуста пісіріп аламыз. Мен жаңағы күлше нанды, батон нанды, булочкаларды барлығын 1 градуста, яғни 180 градус пен 200 градустың ортасына қойып пісіріп алдым. Тез пісіп кететін болса, арасы шик болып қалады, сондықтан жайға қойып пісіреміз. Мінекей дайын болды. Қазір батон наны піскен соң салып аламын. Ал мендегі бұл бауырсақтарды арасын ашып көрсетейін. Арасы әдемі, осы тығыз емес, жұмсақ болып шықты. Піскен соң міндетті түрде пакетке салып орап қоямыз. Одан сайын жұмсақ бола береді. Ал батон нандарымыз пісіп шықты. Мінекей күнделікті бір нан жаба бермей, арасында осылай батоннан пісіріп тұрсаңыз, балаларыңыз сүйсініп жейді. Өте жұмсақ, күшті болып шықты. Күлше нанымда әдемі болып пісіп шықты. Үстіне күнжіт сепкен едім. Қызарып әдемі болып пісіп шықты. Мінекей. Булочкаларымыз да мінекей пісіп шықты. Өте биік болып көтеріліпті. Кішкене тұрып расстойкаға қойсаңыздар, осылай жұмсақ болып көтеріледі. Ал егер расстойкаға қоймасаңыздар, кішкене тап болып қалады. Арасын бәрін кесіп көрсетейін. Мінекей жұмсақ әдемі нан болып шықты. Мен қолданған ұн бірінші сортты ұн. Бірінші сортты ұн немесе жоғары сортты ұнды қолдануларыңыз керек. Батон нанымыздың да арасы осылай жұмсақ әдемі болып, пышный болып шықты. Осылай сіздер де жасап көре аласыздар. Және жаңа айтқанымдай да, бұдан басқа да ұннан да салатын тағамдарды жасасаңыздар болады. Өте универсальный, керемет қамыр. Құрметті оқырмандарым, видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, міндетті түрде подписаться батырмасын басып, тіркеліп қойыңыз және лайк басып, қолдап кетуді ұмытпаңыз. Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Бүгін сіздермен өте тәмді әрі тойымды болып шығатын бір қамырдан 2 түрлі пирожки дайындаймыз. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қараңыз. Алдымен ыдысымызға жылы сүт және жылы су құямыз. Үстінен 1 шай қасық қант, 1 шай қасық дрожж және 3 ас қасық ұн салып, апара дайындаймыз. Яғни дрожжымыз көтерілгенше жылы жерге қойып қоямыз.
Аштығымыз 10-15 минуттай тұрды. Мінекей осылай көтеріліп, екі есе болып ісінді. Енді осының үстінен ерітілген сары майымызды және сұйық майды қойып, бір ас қасық тұз салып, және жұмыртқаның екіге бөліп, осылай сарысы мен ағын ажыратамыз. Ағын қосып, сарысын алып қаламыз. Кейін бетіне жағатын боламыз сарысын. Осыны жақсылап араластырып, үстінен ұнымызды аз-аздан салып отырып, жұмсақ, қолға жабыспайтын әдемі қамыр илейміз. Мінекей қамырымыз дайын болды. Енді осыны жылы жерге бір сағатқа қойып қоямыз. Ашығанын күтеміз. Енді салмасын дайындаймыз. Менде 5-6 картоп, 3 пияз. Картоптарды 2-3-ке бөліп, үстінен су құйып қайнатып аламыз. Ал енді пияздарды екіге бөліп, және жұқалап тураймыз. Пиязды турап алдық. Енді табағымызға азап май құйып, қызғаннан кейін пиязымызды салып, жақсылап қуырып аламыз. Ал картоп қайнаған соң 1,5 ас қасық тұз салып, ары қарай қайнатамыз. Қуырылып жатқан пиязымызға да дәміне қарай тұз, қара бұрыш салып, қызарғанша жақсылап бетін жауып, арасында араластырып тұрып қуырып аламыз. Мінекей пиязымыз сарғайып, әдемі болып қуырылып болды. Картошкамызды тексеріп көреміз. Шанышқамен түрткенде қараңыз, езіліп әдемі болып пісіп тұр. Енді картоптың суын төгіп, пиязды картоптың үстіне салып, езгішпен жақсылап езіп аламыз. Яғни пюре дайындаймыз. Бұл біздің пюрешкеміздің ішіне салатын салмамыз. Осы уақыт аралығында біздің қамырымыз ашып, 2 есе көтеріліп, дайын болып тұр екен. Енді осы қамырымызды жақсылап алып, ұн себелеп отырып, тура 2-ге бөліп алдым. Бір бөлігін біз қазір духовкаға пісіреміз, екінші бөлігін майға қуырамыз. Әр бөлікті осылай сопақша етіп, 9-10 бөлікке бөлдім.
Видеодан барлығын анық толық көрсеттім деп ойлаймын. Енді осы әрбір қамырды алып, жұқалап етіп жайып, арасына салмасын саламыз. Арасына салмасын көбірек етіп салып, кішкене жайын қарап қолмен екі жағынан қамырды түйіп, осылай жасаймыз. Егер салмасы аз болып қалатын болса, онда пирожкиміз көтерілмей кішілеу болып қалады. Салмасы көп болса, әдемі томпақ болып шығады. Қалған қамырлардың барлығын осылай арасына салмасын салып, түйіп шығамыз. Енді осы бірінші пирожкилерімізді бетіне жұмыртқаның сарысын және кішкене сүт қосып отырып, бетіне сарысын жағып шығамыз. Духовкада 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Ал қалған қамырларымызды тура жаңағыдай етіп, жұқалап жайып, арасына салмасын салып, майға қуырамыз. Табамызға жеткілікті мөлшерде май құйып, қатты қызғаннан кейін пирожкилерімізді шетінен салып, екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Асын қатты қоймаймыз, өйткені пирожкиміз беті ғана қызарып, арасы піспей қалады. Сондықтан жай отта қойып пісіріп аламыз. Құрметті оқырман, егер сіз менің каналыма жаңадан келген болсаңыз, менің каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетіңіз, өйткені алда әлі көп деген рецепттер шығады. Мінекей біздің духовкаға салған пирожкиміз қызарып, әдемі болып пісіп шықты. Енді қазір арасын көретін боламыз. Өте жұмсақ, арасындағы салмасы мол болып, керемет болып шықты. Майға қуырған пирожкилеріміз де осындай әдемі болып, жұмсақ болып шықты. Яғни сіздер бір қамырдан екі түрлі пирожкиді жасайсыздар. Дәл осы менің рецептіммен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, осы видеома лайк басып, пікір қалдырып кетіңіз. Алда әлі көп деген пайдалы рецепттер шығатын болады. Сіздермен бірге болған Мөлдір.